Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зейқұлымбет. Бүгін біз AI проектісінің тестнеттен қатысатын боламыз. Тестнет деген не және одан қалай ақша тапса болады деген сұрақтарыңызға қысқаша жауап бере кетейін. Тестнет дегеніміз аты айтып тұрғандай тест жасау дегенді білдіреді. Өздеріңіз білесіз деген ойдамын. Кез келген жаңа проект нарыққа шыққан кезде олар өздерінің желілерін, блокчейн желісін тест жасап тексереді. Сол тексеру барысында бізді көмекке алады, то есть біз оларға көмектесу арқылы бізге олар рахмет ретінде токендер беретін болады. Сол токенді алу арқылы біз болашақта жақсы табыс табамыз. Өте қарапайым пример. Осыдан бірнеше ай бұрын мен Polymesh тестнеттен қатысқан болатынмын. Сол тестнетті маған 1212 токен берген болатын. Сол 1212 токенді біз CoinMarketCap сайтына кіріп қарасақ, қазіргі бағасы $0.73. Осыған орай менің қанша табыс тапқанымды есептеу өте қарапайым. $0.73 көбейтеміз 1212-ге, примерно $800-900 арасында табыс шығады. Ойлап қараңыздар, мен ешқандай ақша салмай тестнетке қатысқан арқасында $800-900 табыс таптым. Егер болашақта бұл монета $1, $5, $10 жасайтын болса, өздеріңіз қарасаңыздар болады, $5,000-10,000 дейін мен табыс табамын. Осыған орай сіздер болашақта көп тестнетке қатысу арқылы кәдімгідей ақша жинасаңыздар болады. Ешқандай ақша салмайсыздар, сізден 0 теңге кетеді. Бар жоғы кішкене білімдеріңіз керек, және менің видеоларымды сіздер қарасаңыздар тіпті жақсы болады. Себебі менің видеомда көптеген пайдалы ақпараттар шығып отырады, тестнеттер шығып отырады. Как раз осы видеомда сіздерге AI проектісінің тестнетіне қалай қатысамыз деген сұраққа жауап беретін боламын. Сол себепті видеоны аяғына дейін қараймыз, видеоға лайк басамыз және комментарий жазамыз. Қосымша сұрақтарыңыз туындаса, менен Telegram чатыма жазсаңыздар болады. Ал біз видеомызды бастаймыз. Сонымен достар, қазіргі видеода мен сіздерге AI тестнетіне қалай пошагово қатысу керектігін көрсететін боламын. Сол себепті видеоны мұқият аяғына дейін қарап шықсаңыздар болады. Енді қараңыздар, ең бірінші шаг, сіздер менен Telegram арнама кіресіздер. Төменде сілтемесін қоятын боламын. Сілтеме арқылы өтіп, Зейқұлымбет блогқа кіресіздер. Кіргеннен кейін ең бірінші сіздер закрепленный бөлімді басасыздар. Закрепленный бөлім басқаннан кейін аяқта бізде не бар тағы? Осыны басасыздар. Сол кезде бізде мына бөлім ашылады, маңызды ақпарат. Міне көріп отырсыздар, аяқта бізде обновление жасалған түрі. Үстіңгі актуальный бізде ескі түрі, болашақта бұны алып тастаймын. Қазірше менде обновление болып жатыр. Осы обновленный закрепленный жерде менде, міне көріп отырсыздар, актуальный схемалар. AI тестнет деп тұр. AI тестнет. Үстен басамыз. Міне бізді AI Telegram ботқа аударды. Осы жерден сіздер төменгі жақта старт немесе запустить деген болу керек. Міне жақта жазылып тұр. Старт дегенді басамыз. Бізге осы бөлім ашылады. Осы бөліммен сіздер начать тестирование басасыздар. Міне бізге осы сообщение шығады. Осы жерде бізде қысқаша жазылып тұр. Бізге Google Chromeға MetaMask установить ету керек. Міне MetaMask установить ету керек. Мына сілтемесінің барлығы тұр. Осы сілтеме арқылы өтесіздер и установить басасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін не істейміз? Біз өзіміздің Google Chromeға MetaMask установить еттік. Егер сіздерде MetaMask установка жағынан қиындық туындап жатса, менен Telegram арнама кіріп, сол жақта чат бар. Чатқа жазсаңыздар болады. Барлықтарыңызға көмектесемін. Одан кейін аяқта бізде кнопка тұр. Укажите адрес кошелька и продолжить. Осыны үстен басамыз. Мына жерде бізді сұрап тұр, пожалуйста, напишите адрес своего кошелька. Бұны біз өзіміздің MetaMask кошелегімізге кіреміз. Міне MetaMaskқа кіреміз де. Аяқтан біз өзіміздің кошелегімізді үстінен басамыз и скопировать етеміз. Обратно ботқа өтеміз, аяққа қоямыз. Ставить басамын. Міне біз өзіміздің адресімізді привязка жасадық и аяқта бізде жазылып тұр, важно деп тұр. Енді бұл адресіміз бізге осы Telegram ботқа привязан. Болашақта сіздер осы адреспен ғана жұмыс жасайтын боласыздар. Сол себепті бұл адрестеріңіздің кошелектерін 12 кодовый словосын барлығын сақтап бір жерге жазып қойыңыздар. Одан кейін аяқта біз төмен жақта далее дегенді басамыз. Далее басамын. Міне одан кейін бізге тестнетке өту үшін бізге тестовый токен керек. Аяқта бізде жазылып тұр, получить тестовый токені Ethereum Renkebi ETH деп тұр. Renkebi дегеніміз бұл Ethereum желісіндегі тестовый сеть. Міне осы тестовый сеттің бізге Ethereum тестнеті керек, тестовый токен керек. Міне аяқта бізде получить тестовый токен деген шығады. Осының үстіне сіздер басасыздар. Міне отправляем транзакции в блокчейн дейді. Мы отправили вам токены дейді. На ваш адрес с выбранным сетью начислено Ethereum Renkebi 01 Ethereum деп тұр. Міне Google Chromeға кіреміз. Аяқта бізде оң жақ жоғарыда MetaMask'ын үстінен басамыз. Көріп отырсыздар, бізде әзірше 0 болып тұр. Себебі бізде қазір тестовый сет қосылмаған. Оны қалай қосамыз? Аяқта бізде үстінен басамыз. Бізде әртүрлі сеттер ашылады. Осылардың арасынан біз тестовый сет Renkebi деген таңдаймыз. Бұл Ethereum желісінің тестовый сеті.
міне үстінен бастық. Міне ең бірінші біз шартты орындадық. Енді біз обратно Telegram арнаға кіреміз. Міне мы отправили вам токен, бізге түсті, все понятно. Далее басамыз. Міне бізде задание шықты. Задание номер 1. Получить тестовые токены EVA. Бізге 20 балл береді. Міне получение 100 токенов EVA Ethereum Rinkebi дейді. Мына бізде перейдите на альфа осы сайтқа өтеміз. Қазірдан мен скопировать етіп аламын. Одан кейін Google Chrome'ға кіремін де, мына мен бұл сайтты ставить басамын. Все, интер басамын. Міне бізге осы сайт ашылды. Міне обратно Telegram арнаға өтеміз. Мына бізде екінші пункт бар. Выберите сеть Ethereum Rinkebi и токен EVA. Подключите кошелек, нажав Connect Wallet и нажмите Mint, чтобы получить 100 токенов EVA деп тұр. Міне біз обратно сайтқа өтеміз. Одан кейін мына бізде сол жақ төменгі жақта Get Test Token деген бар. Соның үстінен басамыз. Мына көріп отырса Ethereum Rinkebi деген бар. Осыған біз қазір Connect Wallet'ті басамыз. Мына жақтан біз MetaMask таңдаймыз. Оң жақтан MetaMask шығады. Мына далее басамыз. Подключить басамыз. Міне көріп отырсыздар, біз өзімізді MetaMask кошелегімізді осы сайтпен Connect жасадық. Бізге мына 100 деп жазылып тұр. Потом барып мына біз EVA токен таңдаймыз. Міне EVA токен таңдаймыз и мына Mint басамыз. Одан кейін MetaMask бойынша біз мына подтверждение жасаймыз. Подтвердить басамын. Одан кейін біз обратно Telegram арнаға ораламыз. Мына біз жазылып тұр. Перейдите во вкладку History, и как только будет статус Success, транзакция Mint EVA, скопируйте ссылку деп тұр. Біз қазір сайтқа қайтып ораламыз. Мына бізде History деген кнопка бар. History'nin үстінен басамыз. Міне көріп отырсыздар, бізде Success шығып тұр. Осыны біз скопировать етеміз. Міне ботқа обратно оралып, мына бізде 4-ші пункт жазылып тұр. Вернитесь в бот и нажмите ниже кнопку «Ставить ссылку» деп тұр. Так, «Ставить ссылку» басамыз. Міне «Ставить ссылканы» бастым. Мына бізде сұрап жатыр ссылкамызды. «Ставить» етеміз бағанаға скопировать еткен ссылкамызды. И потом барып «Отправить» басамыз. Міне көріп отырсыздар, бізде «Поздравляем, задание выполнено. Вы получили 20 баллов. Спасибо, что участвуете в альфа-тестировании». Міне бар жоқ осы ғана, бұл бізде бірінші задание. Вас ждет следующее задание. Міне следующий бізде екінші задание. Үстінен басамыз. Міне бізде екінші задание шықты. Используйте бридж деп. Мына сәл төмен түсеміз. Осы тапсырма орындағанға бізге 40 балл береді. Міне екінші тапсырманың бірінші қадамы. Перейдите на сайт и найдите раздел Exchange Bridge деп тұр. Міне обратно сайтқа кірдік. Мына біз Exchange дегенді басамыз. Одан кейін мына біз Bridge'ті басамыз. Міне бірінші қадам біз Bridge'ге кірдік. Екінші қадам. Выберите верхнюю сеть Ethereum и подключите кошелек, нажав Connect Wallet дейді. Біз қазір сайтқа кіреміз. Мына біз Ethereum'ді басамыз. Бізде басылып тұр екен. Обратно Telegram'ға кіреміз. Міне үшінші қадам бізде выберите сеть Binance Smart Chain Testnet ниже деп тұр. То есть бағана біз жоғарғысын Ethereum'ді алсақ, төменгісін біз Binance деп алу керекпіз. Міне Binance автомат түрде қосылып тұр екен. Егер сіздер Binance болмаса, просто үстінен басып Binance таңдайсыздар. Ешқандай проблема жоқ. Төртінші қадам бізде в сеть Ethereum Rinkebi выберите токен EVA деп тұр. И введите количество 5 токенов деп тұр. Міне сайтқа обратно ораламын. Ethereum бізде мына EVA таңдаймын. EVA дегенді басамын. И мына мен 5 дегенді басамын қазір. 65 болып кетті. Міне 5-ті бастым. Одан кейін мына біз Mint дегенді басамыз. Міне одан кейін мына Confirm басамыз. Көріп отырсыздар, бізде мына загрузка болып жатыр. Қазір мынаның барлығы 3-ке келгенге дейін біз күтетін боламыз. Міне MetaMask подтверждение тағы басамыз. Онымен қоса бұл жерде барлық бөлімде птичка жанудың қажеті жоқ. То есть біз бұл жерде тестнет жасап жатырмыз. Бізде даже барлығы жасыл жанбаса да бізге балл береді. Міне бізде жасыл жанды барлығы. Біз қазір Telegram арнаға қайтып ораламыз. Міне бағана біз 5-ші қадамды орындадық. Бағана Mint'ті бастық. Барлығы птичка жанды. Мына 6-ші қадам бізде дождитесь успешного выполнения шага деп тұр. Одан кейін мына бізде 7-ші қадам скопируйте ссылку на выполненную транзакцию на шаге 2 деп тұр. Нажмите ниже кнопку «Ставить» деп тұр. Біз қазір сайтқа қайтып ораламыз. Мына бізде 2-ші қадамды, 2-ші шаг, 2-ші қадам скопировать етеміз. Осыны екіні обратно Telegram'ға қайтып ораламыз. Мына жерде «Ставить» дегенді басамыз. Бағанағы скопировать еткен нәрсемізді қоямыз. И «Отправить» басамыз. Міне бізде шықты. Поздравляем, задание выполнено. Вы получили 40 баллов. Спасибо за участие. Міне астында тағы бізде следующий задание бар. Следующий задание тоже басамыз. Міне бізден қайтадан сұрап жатыр. Токен бар ма деп, тестовый токен. Менде бар. У меня уже есть дейді.
осыны басамын. Міне бізде үшінші тапсырма шықты. Используйте cross-chain swap дейді. Төмен түсеміз, яқта бірінші қадам перейдите на сайт и зайдите в раздел exchange swap дейді. Біз қазір обратно сайтқа ораламыз. Яқта біз exchange басамыз. Одан кейін яқта біз бағана bridge орындаған болсақ, қазір swapты орындаймыз. Swapтың үстінен бастық. Обратно Telegram-ға ораламыз. Екінші қадам бізде выберите верхнюю сеть Ethereum Rinkibi и токен EA. Подключите кошелек, нажав Connect Wallet и введите количество 5 токенов деп тұр. Обратно сайтқа оралдым. Бізде жоғары жағында Ethereum Rinkibi деп тұр. Токен EA тұр. Все нормально. Connect жасалған. Telegram арнама қайтып ораламын. Үшінші қадам бізде ниже выберите сеть Smart Chain деп тұр. Бұл жерде бізде USDT деп жазылып тұр. Біз қазір обратно сайтқа ораламыз. Төменгі жақта біз яқта тоже USDT жазылып тұр. Все нормально, чеки-пуки, егер сіздер болмаса, просто USDT таңдайсыздар арасынан. Все. Төртінші қадам бізде нажмите swap деп тұр. Сайтқа қайтып ораламыз. Яқта көріп отқандарыңыздай ботта жазылған 5 токендерді жаққа жазамыз. 5 деп. Сосын барып біз яқта swap дегенді басамыз. Потом барып confirm swap тағы басамыз. Одан кейін MetaMask подтверждение басамыз. Так, подтверждение тағы да басамыз. Так, на обновлением барлығы толсын, сіздерге қайтып оралатын боламын. Так, достар, бізде барлығы бітті. 1, 2, 3, 4 қадамда аяқталды. Барлығы чеки-пуки. Біз қазір Telegram-ға обратно ораламыз. На яқта бізде 5-ші қадам. Скопируйте ссылку на выполненную транзакцию на шаге 2. Swap EVA дейді. 7. Нажмите ниже кнопку «Вставить ссылку» дейді. То есть бағанағы біздің екінші қадамымыздан, екінші шаг, екінші қадам. Осыны біз қазір скопируйт басамыз. Одан кейін Telegram-ға қайтып ораламыздан, яқта «Ставить ссылкуны» басамын да, и яқта бағанағы скопировать болған ссылкамды яққа қоямын да, «Отправить» басамын. Көріп отырсыздар, поздравляем, ваше задание выполнено. Вы получили 50 баллов, прошли 3 задания, альфа-тестирование. Теперь ваш статус про дейді. Мына жерде мұқият болыңыздар. Про деген не деген сөз? Про деген бағана бізде Telegram арнамызда про бөлімі болған болатын. Енді біз сол про бөлімді өте аламыз. То есть көбірек өткен сайын сіздерде ұпай көбірек болады. Мен қазір сізге пример ретінде көрсетейін. На главный менюға басамыз. Яқта бізде көріп отырсыздар, режим про деген бар. Сонымен достар, қазір сіздерге пример ретінде тағы бір про бөлімді көрсетіп жіберемін. Одан кейін сіздер ары қарай өздеріңізде өте берсеңіздер болады. Өздеріңіз көргендей, яқта ешқандай бір қиындығы жоқ. Көріп отқандай қазір тестнетті жалғастырмай тұрып, бізде получите тестовый токені. Бұл жерде уже біз Ethereum тестовый токен емес, бұл жерде біз Binance Smart Chain тестовый токенді алатын боламыз. Ол үшін біз просто получить тестовый токен басамыз. Бізде режим проның бірінші тапсырмасы шықты. Бірінші заданиясы. Төмен түсеміз, яқта бірінші қадам. Перейдите на альфа файкет дейді. Біз бағана сайтқа өттік уже. Екінші қадам бізде выберите сеть Binance Smart Chain и токен EVA. Подключите кошелек, нажав Connect Wallet и нажмите Mint, чтобы получить 100 EVA деп тұр. Біз обратно сайтқа өтеміз. Яқта Get токен дегенді басамыз. Яқта бізде көріп отырсыздар Ethereum Rinkibi деп тұр. Инанны біз X-ті басып, яқтан біз Ethereum емес, яқтан Binance Smart Chain таңдаймыз. И одан кейін Connect Wallet-ті басамыз. Мына жерде біз MetaMask басамыз. Бізге MetaMask шықты. Яқта Одобрить басамыз, да переключить сеть басамыз. Binance Smart Chain желісін таңдаймыз. Яқта Connect Wallet басамыз. Яқта біз токенді EVA таңдаймыз. EVA токенді басып, яқта біз Mint-ті басамыз. MetaMask шығады, әрине MetaMask-тан подключить басамыз. Достар, бізде обновление болды. Оң жақ жоғарда бізде жасыл жанып тұр. Бізге 100 EVA токен қосылды. Енді қазір обратно біз Telegram-ға қайтып ораламыз. Яқта бізде екінші қадам выберите сеть Binance Smart Chain желісі EVA деп тұр. Бұны орындады екінші қадамды. Одан кейін үшінші қадам перейдите во вкладку History и как только будет статус Sakes, транзакция Mint, скопируйте ссылку деп тұр. Обратно қазір біз яқта бізде History-ға басамыз. Көріп отырсыздар, бізде Sakes шықты. Осының үстіне біз скопируйті басамыз. И потом барып біз қазір ботқа қайтып ораламыз да, яқта ставить ссылканы басамыз и ставить ссылканы қоямыз. И в принципе болды, отправить басамыз. Көріп отырсыздар, бізде поздравляем, задание выполнено. Вы получили 10 баллов. Спасибо за участие. Достар, біз бүгін тестнетке қатыстық. Өте қарапайым, ешқандай қиындығы жоқ. Telegram каналда апта сайын немесе күн сайын
жаңа тапсырма шығып отыруы мүмкін. Сол тапсырманы пошагово орындау арқылы сіздер ұпай жинайсыздар. Ұпай көп болған сайын болашақта сіздерге токен көбірек береді. Бұл проектіні сіздер 2021 жылдың 31 декабрьіне дейін өте аласыздар. Сол себепті сіздерде уақыттарыңыз бар. Даже бұл видеоны сіздер декабрь немесе декабрьдің ортасында қараған болсаңыздар да сіздерде уақыттарыңыз бар. Егер де түсінбеген қосымша сұрақтарыңыз туындаса, менен телеграм чатыма жазсаңыздар болады. Сілтемесін барын астына қоямын. Сіздерден бар жоғы лайк, подписка, комментария жазу керек. Сіздерден болған мен Зе Құлмет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық.